Молодец, Мустафа. Ага. Альтаир дұрыс. Әдемі дұрыс. Аяна дұрыс. Тағы да. Жарайсыңдар. Бұлттарды жинап, орнына қоямыз. Ал балалар, олай болса орныңыздан кән тұрайық. Олай болса жүріп, балалар, келдір. Шаршап та қалған шығармыз. Төрге өтіп, көрпешеге орналасайықшы. Дастархан кластаймыз. Балалар, аяғыңызды созып, көрпешеде отырып, бүгінгі дыбысын айтуды жалғастырамыз, иә? Сөздерді, буын, тізбегін айтып сендермен тілді жаттығуларды осы отырып жасауды дұрыс шығар деп ойладым мен сендерге. Олай болса, балалар, жан-жағымызға қарап алайықшы отырған жерімізге. Біз нелерді көріп тұрмыз? Осы жердегі аймаққа қараймыз. Осы аймақтарға қараймыз. Сандарды көріп тұрмыз. Бұлар әріптер. Әріптер, иә? Сосын тағы не көріп тұр? Не көріп тұрмыз? Альтаир, не көріп тұрсың жан-жағында? Қобдиша, дұрыс. Тек Мустафа жауап бере ма? Әдемі не көріп тұрмыз? Аяна. Жан-жағымызға қарайық, не көріп тұрмыз? Домбыра, сосын. Жастық, сосын. Көрпеше. Я, балалар, дұрыс айтасыңдар. Ал олай болса мен сендерге кезекпен барлығын түсіндіріп өтейін, иә, міне? Дастархан дегенде балалар, р дыбысы бар ма? Я, ондай болса кәні, тілдік жаттығу жасайықшы. Ан. Ақ дастархан. Я. Көрпеше дегенде р дыбысы бар ма? Я. Онда тілдік жаттығу жасайық. Ше. Оюлы көрпеше. Ра. Көне домбыра. Тағы да біз не көріп тұрмыз? Бөрікті көріп тұрмыз, иә? Қызыл бөрік. Ал. Әдемі орамал. Ық. Сұр жастық. Ық. Кішкентай торсық. Балармын сағат деп айтып қалдыңдар ғой, сағаттың өзі бізде пішініп торсық сияқты жасалған екен, сосын тұмаршамыз да бар екен. Тұмарша деген сөзде балар р дыбысы бар ма? Тұмарша да бар екен, ша. Әдемі тұмарша. Ой, жарайсыңдар. Тілдік жаттығуды жасадық. Ал енді балар, мен сендермен мынандай ойын ойнағым келіп тұр. Біздің апаларымыз бұрыннан кішкентай сендер сияқты немерелеріне күріштерді, осындай тарыларды, күрмектерін тазалатқан, иә? Осы менің ыдысымда тары бар. Бұл тары деп аталады, балар. Не деп аталады екен? Тары деп аталады. Тарыдан балар ұлттық неше түрлі тағамдар жасайды екенбіз, иә? Оны кейін айта жатармыз. Ал осы тарының ішінде балар әртүрлі заттар тығылған. Соны сендер іздеп тауып аттың атауларын керек, иә? Тары деген сөзде балар р бар ма? Я. Айтып көрші кән әдемі. Тары. Аяна қайтала. Тары. Я. Олай болса қыздардан бастайық. Аяна, қолыңды салып, іздеп, ішінен затты таба қой. Қаттырақ іздейміз, иә? Саусақтарды ары бері жүргіз. Әдемі көмектесеміз. Мына жерге қояйын. Аяна, не тауып алдың? Іздей береміз, әдемі іздей бер, ішіндегі заттар көп. Аяна, не екен ол маған беріп?
Балалар, бұл қыстырғыш. Қайталаймыз тағы да. Балалар, қыстырғыш деген сөзде р дыбысы бар ма? Бар екен, қыстырғыш деген сөз. Қобдишаға саламыз. Так. Әдем қорқып кетті ғой. Жылан деп қалдың ба? Не екен бұл? Резинка екен. Резинка деген сөзде балалар р дыбысы бар ма? Бар екен. Бірінші болып екен. Ары қарай енді балдарды көрейік. Алтайыр іздей ғой. Алтайыр іздей ғой. Саусағымыздың бәрін, қолымызды ары бері көктеу қимылдатамыз балдар. Қорқпаймыз. Алтайыр, мына жерлерді көрші. Таппадың ба? Алтайыр, табағы. Не таптың, Алтайыр? Не екен бұл? Көмектесеміз, қыздар, не екен бұл? Не бұл? Не екен? Сырға екен бала. Сырға деген сөзде р дыбысы бар ма? Бар екен, ортасында екен, Ал енді Мұстафа іздей ғой. Жарайсың, Мұстафа екі қолымен іздеп жатыр. Екі қолымен де жұмыс жасауға болады екен. Ой, жарайсың. Мұстафа не тапты, қыздар? Алқа. Дұрыс айтасыңдар. Алқа деген сөзде балалар р дыбысы бар ма? Ойланып көреміз. Бар ма? Алқа. Айтып көреміз қайтадан. Алқа. Р бар ма? Жоқ. Р дыбысы жоқ екен балалар. Шатастық, Ал олай болса балалар, келесі ойынымызды ойнайық. Біздің алдымызда балалар әртүрлі әріптер жатыр. Алдымызда кескін бар. Осы кескінді өзімізге қаратамыз. Өзімізге қаратып аламыз. Ал енді біздегі тапсырма балар, осы алдымыздағы тұрған әріптерді тауып, осы сөздерді жинақтау. Қане? Қатты ішімізге қарай сорамыз. Тартамыз. Аяна. Ой, жарайсың. Алтайыр бірінші болды. Аяна екінші. Әдемі. Мұстафа, жарайсыңдар. Ал балар, мен сендерге бұл сөздерді оқып берейін. Сендер әлі оқи алмайсыңдар. Бірақ көзбен көріп, сол нәрсені табуға да талпынып жатырсыңдар, Алтайырда балар, ор деген сөз шығыпты. Аянада ара. Қайталайшы? Ара. Алтайырдың қайталаймыз. Ор. Так. Әдемідің қайталаймыз. Ар. Бірге, Мұстафа. Ер. Ой, жарайсыңдар. Қолымыздағы заттарды қоямыз. Жарайсыңдар балар. Ал орнымыздан тұрып, келесі тапсырмаға барайық, Ой, балар, жарайсыңдар. Келдер. Бер келе қойыңдар. Мына жерге келеміз. Балдар, біз сендермен жаңа тарымен де таныстық, Р дыбысын айтып, біздің өзіміздің ұлттық астарымызды, дақылдарымызды тани бастадық. Келесі ойынымыз балар. Балапан, қарны ашқан балапанды тамақтандыр деп аталады. Міне, осында балапан бар. Балапанды кім көптеу дәмді жегізіп, балапанның қарнын тойдыру керек, Апайларға қарап тұрамыз. Мен сендерге бір-біреуден берем. Баста дегенде бастаймыз. Әлі басталған жоқ. Бәріне жетеді балдар, таласпаймыз. Бәрі балапан сары болады, Мұстафа. Тұра ғой. Апайларға қараңдар. Апайларға қараңдар. Мынады. Балдар, ойынның шарты дәмдерді қозғап, балапанның аузына кіргіземіз. Тоқтайды. Жоқ, қолмен емес. Альтай ұстамен қазір түсіндірем. Ұстап тұрсың ғой, Так. Кел. Мұны бір-бірімізге қарап тұрсақ та болады, балдар. Мынаны қозғап, балапанның аузына кіргіземіз. Мұстафа, қақта. Ой, молодец. Жарайсың. Мұстафа, көптеуін етеміз.
байлаймыз, қатты қозғамаңдар. Мен айтайын. Көрдің ба? Аузына кіргізесің. Қайтадан артқа қарай жүрсең болады міне. Бәрін көтеріп тұрамыз, балдар. Өздеріміз жасаймыз. Андай көтеріп қозғаймыз, былай қозғаймыз. Қорапшаны қозғаймыз, балдар. Әдемі. Болды, балдар, келді. Көрейші, кімнің балапаны қанша дәм жеген. Әдемінің балапаны көп дәм жемек, е. Мұстафаны кім көрейікші, балдар? Мұстафа жарайсың. Не деген балапанға дәмді көтерді, е? Аянаны кім көрейікші? Аяна да жарайсың. Балапанды. Ендіше, балдар, жерден дәмдер жинап алыңызшы. Маған бері ғой, Алтайыр. Алтайыр 2-3 дәм жегізіпсің. Енді басқа неде ойнаймыз тағда, я? Дәмдерді жинап қорапшаға салады. Маған бері ғой. Болыңдар ма алдықта? Бұл жарайсыңдар. Қазір келесі ойынға келесіңдер. Ал балар, енді келесі ойын бай. Келіңдер. Мына жерге қатар тұрайық. Төртеумізде қатар тұрамыз. Алдар, келесі біздің ойынымыз жұлдыз құрттармен ойын екен, не қараңдар, балдар? Әртүрлі түсте әдемі жұлдыз құрттар сендерді күтіп тұр. Ал алдымызда себетте әртүрлі түсті алмаймыз қоятындар. Түрлі түсті доптарымыз бар. Мұстафа, басталды деп айтады, сол кезде айтады, ойнаймыз ғой. Салады. Әрқайсың өздерің ұнатқан жаңа доптарды алып жатсыңдар ғой, соны апарып жұлдыз құрттарға жинаймыз. 1, 2, 3 деп айтам, сол кезде жүгіріп барып бастаймыз, е? Ал олай болса, дайынбыз ғой, е? 1, 2, 3. Қайтадан тез жүгіреміз. Ала бер. Жас. Ала бер. Істе. Аламыз доптарды. Жоқ, себеттен аламыз, балалар. Жумаймыз, жүгіріп қайтадан барып аламыз доптарды. Себеттен аламыз, Алтайыр ғана түсініп тұр ғой. Аяна алса. Қанша доп бар, соңдан жабыстыра береміз. Аяна әдемі. Тек сары тұсау. Жарайсыңдар. Алтайыр тек қызылды жинап жатыр, жарайсың. Мұстафа көкті. Қыздар көмектесіп жатыр. Аяна жасыл. Мұстафа жоғарға жасырсын. Жарайсың. Мұстафа бірінші болып мәреге жетті. Алтайыр екінші. Жарайсың, Алтайыр. Қызыл түсті. Әдемі қызылды, жасылды, Аяна жинап. Балдар, сендерге ұнады ма? Олай болса, Мұстафа, сен қандай түсті жұлдыз құртты жинадың? Апара. Көкті. Апа жабыстырады. Жумаймыз. Сымай қалды ма, Алтайыр? Алтайыр, оны себетке салады. Орнына апар, қой. Сен де салады, сымай қалды ма? Жарайсыңдар, үлкен рахмет. Балалар, сендерге ойын ұнап жатыр ма? Ойындардың барлығы сендерге ұнап жатырса, балалар, келесі ойынға көшейге. Балалар, мына біздің алдымызда сендер сияқты әдемі балдар мен қыздардың бейнесі бейнеленіп тұр. Бірақ бұл жерде адамның бет әлпеті бейнеленбеген. Соны, балалар, мен сендерге қазір қалам беремін. Сол
қаламдармен адамның қасы, көзі, тағы да несі болады бетте? Несі жоқ екен? Несі жоқ? Мұрны жоқ, сосын? Аузы жоқ екен. Ал кімге қай адам ұнап тұр? Отырамыз. Я. Отыра. Айтай. Мына баланың қасына сен. Балалар мына біздің қызылды аузымызға аласыңдар ғой. Қызылмен. Я. Айтай. Ал жұмыс басталды. Қыздар, мына жерде мына қызылмен аузын саламыз. Қорықпай сыза береміз. Қорықпаймыз балдар. Үлкен болып салсақ та болады, көзі. Кішкентай қылып нүкте қылып қоймаймыз. Әдемі. Дәу, көзін дәу болып салсай. Мұстафа, жарайсың. Кән? Альтайыр жарайсың. Көзінің қарашығына дейін салып жатыр Альтайыр. Жарайсың. Аяна да жарайсың. Қысқа шашты қыздың өзіне жарасатындай көз салып жатыр Аяна. Әдемі сала ғой, сала ғой. Әдемі мұрнын сал. Әдемі мұрнын саламыз. Енді мұнымен алды қызылмен аузын сала ғой. Мына жерге қойсын, мынаның ішіне салсын. Кән, мұрны қайда? Мұстафа. Мұрнын қызылмен саласың ба? Өзіне ұнайтындай сала ғой, мейлі, жарайды. Жұмысың болса, Мұстафа орнынан тұра ғой. Тағы кім болды? Әдемі болыпсың, келе ғой. Әдемі, кел. Аяна, аузын салсай. Альтайыр келе ғой, болдың ба? Жарайсың. Мұрнын салмапсың ғой, Альтайыр. Әдемі де болды. Әдемі өз сияқты әдемі қыз салды, я? Қары шашты қыздың. Балдар, ал енді шеттен қараймыз. Өздеріне өздерінің жұмыстарын ұнап тұр ма? Ұнап тұр ма? Маған да сендердің жұмыстарын ұнап тұр. Өте әдемі қыздармен балдарды салдыңдар. Альтайыр, енді мұрнын, аузын дұрыс пропорция жасауды үйрену керек екенбіз, я? Ал Мұстафа, сен шамал, мұрнын шамал үлкейтіп сал енді келесі жол, я? Жарайсыңдар. Балар, келесі енді на столға отырайықшы, кел, орындыққа отырамыз. Орындықта ашып отырамыз. Балар, біздің алдымызда тапсырмалар ашамыз. Көз мезгіліне байланысты, балар, бізде дыбысына байланысты тапсырмамыз былай. Әдемі мен Мұстафада, балар, зымыран таңдады, е бұлар? Нені таңдап тұр? Зымыран. Дауыстап айтамыз. Зымыран. Бірге айтамыз, айтайық. Зымыран, қыздар айталаймыз. Зымыранның, балар, атына ерген түтінін қайшымен қиюымыз керек екен, е? Аяна бұлтты таңдапты. Бұлттан жауын жауып тұр. Соны қайшымен қиып, иректі салып, келешекте жазып үйренеміз, е? Альтайыр күнді, күннің нұрын шашып тұрғанын. Таласпаймыз, онда барлығымызда жетеді. 1, 2, 3. Жұмыс басталды. Оң қолымызбен ұстап, мұқият боламыз. Аяна, мына жерден бастай ғой. Балдар, мен сендерге шамал көмектесіп жүрмін. Мына өзі бейнеленген. Сурет салынған жермен қиып кете береміз мұны. Е? Әдемі, сен бүгін толқып тұрсың ба? Етін қызарып. Ал, ары қарай. Ой, Альтайыр, сен қиып тастадың ғой. Мен саған келесі. Альтайыр, сен де дұрыс түсінбепсің. Мұстафа дұрыс орындап жатыр. Альтайыр, мына қарашымын. Күннің нұрын осы берілген сызықтармен қиямыз. Көрдің ба?
Альтайыр ары қарай өзің жасай аласың ғой. Иә, оң қолыңызбен ұстап, қайшыға мұқият боламыз. Жасаймыз, балдар, жасаймыз. Мұстафа, керемет. Сән. Мына жақтарында. Өте дұрыс үйрендің. Альтайыр жақсы дейіп жатырсың, дұрыс. Әдемі, қия ғой. Мынасын. Аяна болдың ба? Мұстафа, сен ше? Болдың, е? Қайшын орнына қоямыз? Мұстафа қоя ғой. Балдар, мұны. Аяна бірінші жұмысын аяқтады, я? Жаңбыр жауып тұр. Қайталақшы? Жаңбыр жауып тұр. Я, тағы да бір. Жаңбыр жауып тұр. Аяна Мұстафа екеуін қайталай бердім, өйткені әдемімен Альтайыр әлі жұмысын аяқтаған жоқ. Зымыран ұшты. Зымыран ұшты. Жарайсыңдар. Екеуінің де жұмыстары өте жақсы. Аяна, енді де ирек қылып қырқуды үйрене ғой, я? Мына жерден өте алмай қалдың ба? Жылдамдатамыз. Бір қырқып жеп, ол сөйлесін. Қан Альтайырдың көріп жүрейікші. Жарайсың, Альтайыр. Жақсы үйреніп алдың, я? Біріншісінде қателесіп кеттік. Ештеңе болмайды. Әдем болады. Қайшын өтіп ма? Апамен болды. Жарайсың, орнына қайшын қоя ғой. Ал енді Альтайыр, өзің айтшы, күннің нұры деп. Күннің нұры. Я, сенің күннің нұры қандай неге салынған? Түсі қандай? Сары түске салыныпты, я? Ал әдемі серікше? Қара түске. Зымыран ұшты. Әдемі қайталар. Әдемі. Бүгін шамал не ғылым қырып тұр. Қобалжып тұрма. Орнымыздан тұрамыз, жарайсыңдар. Барлығын дұрыс әдемі жасадыңдар. Балар, енді келі ғой. Аптенді шаршап қалды, я? Енді мына столда, балар, нейрожаттығулар. Нейрожаттығулар, балар, біздіңше ойлау, есте сақтау қабілеттеріміз арттыратын, тілімізді, сөздік қорын көбейтетін ойындар болып саналады екен, я? Мен сендерге бірінші көрсетем, балар, қалай ойнайтын. Тез жүгіріп ойнауымыз керек. Жай істемейміз, мақұл? Мұны қараңдар, балар. Жанына қоямыз қолымызды. Жұдырық. Жанымен. Алақан. Ол жаны кеші. Жанымен. Жұдырық. Қайталаймыз, е? Олай болса, бірінші қыздардан бастайық. Әдемі бастай ғой. Қатыспай тұрсын болсын. Аха, жарайсың. Жылдамдатамыз. Дұрыс жасап тұрма, қараймыз. Я. Аха. Әдемі жылдам. Қателестің. Аха. Жұдырық. Алақанды ашамыз. Жұдырық. Көмектесіп жүреміз, я? Жарайсың. Аяна бар ғой. Аяна, жылдам бірақ. Жылдам жасаймыз. Ой, жарайсың. Аха. Тез. Жарайсың. Қателесіп қалыпты. Аха, жарайсың. Ал, Мұстафа. Мұстафаны көрейікші. Мұстафа. Аха, молодец.
Асықпай. Ойланып, ага. Жарайсың. Айтош, поставь. Ага, молодец. Жарайсың. Ой, керемет. Дұрыс жасап кетіп жатыр. Жылдамдатамыз. Ой, қателестік. Біреуінде қателестік, Алтай? Жарайсыңдар. Үлкен рахмет, балдар. Ал, мына жерге шеңгер болып тұра салайықшы, балдар. Келіңдер. Мен қасыма келе ғой. Балдар, бүгінгі сендерге іс-әрекетіміз ұнады ма? Иә, маған да сендердің іс-әрекеттерің, бүгінгі жауаптарың, бүгінгі сендердің ойындарың, бүгінгі сендердің істеген істерінің барлығы ұнады. Үлкен сендерге рахмет. Біз ары қарай да Р дыбысын айтуды үйренеміз, иә? Әлі толықтай айта алмаған бір-екі баламыз бар. Қонақтарға не дейміз, балдар? Саламатсыз ба дейміз ба? Қоштасарда? Қоштасатын кезде не дейміз, Алтай? Мұстафа? Сау. Жарайсыңдар. Сау болыңыздар. Келгендеріңізге үлкен рахмет. Балаларға да рахмет. Суретке түсіру. Мына жерге, балдар, отыра қойыңдар. Мына жерге. Отыра тұр, Мұстафа. Және